Hold up. Ассаламу алейкум, сәлем достар, баршаларыңыз қайырлы күн. Бүгін біздің 87-ші сабақ, келесі сабақ біздің өте көп қойылатын қазақша шрифттерді қайдан алса болады деген таза осы видеоны көрсетсеңіздер, бұдан кейін бұл сұрақты қоймайды деген үміттемін. Ең көп қойылатын сұрақтар мен үшін өте көп қойылады. Әдеттегідей ВКонтактіге кіреміз достар. Бұл қазақша шрифттер тек қана біздің ВКонтакт желісінен таба аласыздар. Photoshop сабақтар деп поискқа жазсаңыздар, біздің топ бірінші болып шығады. Окей, Photoshop сабақтары тобына кіресіздер. Обсужденияға кіреміз. Мінекей обсужденияға кіргесін. Өте қарапайым, обсужденияға кіреміз. Сосын қазақша шрифттер деген бір бөлім бар. Мінекей, окей, көріп тұрғандарыңыздай, қазақша шрифттер деген осы бөлімге кіріп, мінекей. Осы бөлімге кірсеңіздер, мен қазақша шрифттердің топтамасын сілтемесін тастап кеткен. Сол сілтемеден кіріп сіздер қалағандарыңызша қазақша шрифттерді алсаңыздар болады. Бұдан артық басудың да қажеті жоқ, шыны керек. Бұл көп толтырып басып алады, біреулер оны дұрыстап пайдаланбайды. Егер сіздер чисто бір бәлемен айналыспасаңыздар, оны 2-3 кривой, 2-3 андай әсемделген шрифттер болмаса қалғандары керек емес. Окей, мінекей сілтемені бассаңыздар, сіздерге пост ашылады. Пост ашылғасын үстінен бір басасыздар. Білмеймін сіздерді қалай скачать етілетін. Менде осылай ВКонтакт деп шығады. Сосын автомат түрде ол Google Chromeға қосылып кетеді. Google Chrome, яғни қалаған бір браузерге кіреді, өз автомат түрде скачать етіледі. Скачать етілгесін кәдімгі память устройствоға кіреміз, яғни память устройствоға кіргесін, неге осы папкаға сақталады. Осы папкадан, яғни скачать етілген дүниелер сақталады. Осы шрифтті алып переместить етеміз. Окей. Мінекей переместить, қайта кіріп көрсетемін. Осы папканың ішіне скачать етілген шрифттер түседі. Мінекей түспесе, яғни басқа да түседі ау дейтін папкаларды көріңіздер. Сіздердің соткаларыңыз қайсына түсетін шыны білмеймін. Менде осыған түседі. Окей, әрмен қарай PixArtқа кіреміз. PixArtқа кіріп Fonts деген папкаға, мінекей осыған кіріп переместить сюда. Короче, осы жерге көшіреміз достар. Осы жерге көшіреміз, енді мен көшіріп болғасын осыны әңгіме айтып отыр. Мінекей достар, егер сіздерде PixArt'тарыңызда Fonts деген папка жоқ болса, кіріңіздер да, мінекей. Осы папка сіздерде біреулеріңізде жоқ болады. Енді осы папканың ішіне переместить, міндетті түрде осының ішіне 3 точканы басып, то есть создать папку деп өздеріңіз қолдан Fonts деп жазып аша салсаңыздар болады. Не обязательно ол жоқ болса жоқ деп проблема қылмайық, оны қолдан ашыңыздар да тура сол папканың ішіне шрифттерді сақтай беріңіздер. Міндетті түрде ағылшынша жазылу керек. Енді әрмен қарай PixArtқа кіреміз. PixArtқа кіріп біреулер шрифттер шықпай жатыр деп айтады. Негізінен ол шрифт PixArtқа Fontsқа сақталған шрифт міндетті түрде ол автомат түрде шығу керек. Егер шықпай жатса, қазір мен сіздерге түрін көрсетемін. Мико деп жаздым, мысалы. Мой Fonts осы мой Fonts автомат түрде ашылады. Егер сіз Fonts'тың ішіне шрифттер сақтасаңыз. Жоғарыдағы плюсті көріп тұрсыздар. Сол плюсті бассаңыздар, достар. Окей деген батырма шығады, яғни окейді басып тастай саласыздар. Сол плюсті басқан сайын обновление жасалып, шрифттер қосылып отырады, яғни жаңа Fonts'қа басқан шрифттеріңіз соның ішіне қосылып отырады. Мінекей сары сызықпен көрсетіліп тұр. Достар, мінекей осы дәл осылай аласыздар. Сіздерге пайдам тисе қуаныштымын. Сіздермен болған мен Мико Про достар. Артық сұрақ қойып жатсаңыздар міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.